жеміс ағашының басты діңінің сыртқы қабығын тілу арқылы қалаған жеріңізден бұта шығаруға болатын кербовка деген манипуляция бар. Біздер мына жердегі бұта жарақат болғаны үшін кесуге тура келді. Содан кейін сол жерден бұта шығару үшін сыртқы қабығын ішкі камбиальный бөлігімен кішкене жарақаттап, осындай 1,5-2 сантиметрдей тілік жасадық. Одан кейін медный купороспен бірнеше рет залалсыздандыруды ұмытпаймыз. Содан кейін көктемде астында ұйықтап жатқан осындай бүршіктен бұта пайда болды. Егер сіздің жеміс ағашыңыздың керек жерінен бұта шығарғыңыз келсе, осы кербовка манипуляциясын қолданыңыз. Бау-бақшаларыңыз жемісті болсын ағайын.